Қайырлы күн, ұлттық арна тікелей эфирінде ақпарат. Сіздермен бірге мен Қарагөз Тұрмағанбет және сурда аудармашы Шырынжан Қабыл. Елімізде үлестік тұрғын үй құрылысы мен жалға берілетін үйлердің шамамен 67% заңсыз тәсілмен сатылады. Бұл туралы KNS workshop шарасында айтылды. Жиында апатты және тозығы жеткен тұрғын үйлерге жеке инвестиция тарту, құрылыс компанияларының қызметін цифрландыру және қаржылық есептілігінің ашықтығын арттыру, сондай-ақ тұрғын үйде заманға сай инклюзивті орта құру мәселелері талқыланды. Бұдан бөлек жасанды интеллект мүмкіндіктерін қамтыған онлайн орталық пен азаматтардың сұрағына жауап беретін платформа таныстырылды. Искусственный интеллект дейді ғой, сонымен жасаған ақпараттық жүйеміз бар, Хом-портал деген. Сол Хом-порталда біз бүгін осы жаңағы әдейі арналған чат-ботты көрсетеміз. Осы жақында 1 желтоқсаннан бастап әрбір азамат сол Хом-портал KZ сайтына кіріп, өзінің сұрақтарын қоя алады. Оның ең басты мақсаты заңды бұзып қаражат тартып жатқан компаниялардың деңгейін санын төмендету. Президент тапсырмасы бойынша мемлекетке қайтарылған қаражат есебінен еліміздің 2 облысында әлеуметтік нысандар салынады. Үкіметтің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Түркістан облысының Темірлан ауылында 890 миллион теңгеге музыка мектебінің құрылысы басталады. Жаңа ғимарат салады деп қуантып жатырсыздар. Сол жерден жаңағы одан да үлкен түлектер көбейеді деген үміттеміз. Бізге жаңағы заманауи үлгіде болса, типтік үлгіде болса дейміз. Ақмола облысының Зеренді ауылында да құны 2,1 миллиард теңге болатын спорт кешені салынады. Үкімет 2 жобаға да арнаулы мемлекеттік қордан қаражат бөлу туралы шешім қабылдады. Айта кетейік, заңсыз активтерді қайтару жөніндегі комиссия жұмысын жалғастырып жатыр. Барлық қаражат әлеуметтік пайдалы мақсаттарға одан әрі қайта бөлу үшін арнаулы мемлекеттік қорға жіберіліп отырады. Очень было приятно. Зеренді ауылында спорт мектебінің құрылысы басталатынын естіп қатты қуандым. Қазіргі ғимарат тым ескі. Су жаңа спорт мектебіне балалар қуана барады деп ойлаймын. Гидротехникалық құрылыстарда көп факторлы зерттеу жүргізіліп жатыр. Су ресурстары және ирригация министрлігінің мәліметінше аталмыш зерттеу жұмыстары су тасқыны болған жағдайда нысандарда қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етіп, апаттардың алдын алады. Бүгінде Қазсушар кәсіпорнының филиалдарында анықталған кемшіліктер жойылып, жөндеу мемлекет меншігіне қайтару жұмыстары атқарылды. Ведомство биыл 63 гидротехникалық құрылыста көп факторлы зерттеу жүргізген, жыл соңына дейін 19 нысанды тексеру жоспарланып отыр. Жаһан жаңалықтары. Кубалықтар көшеге шығып, электр қуатын тез қалпына келтіруді талап етті. Халық өткен жұмадан бері әлі жарықсыз отыр. Елдегі 8 электр станциясының біреуі істен шыққаннан кейін 10 миллионнан астам халқы бар мемлекет аумағында жарық өшті. Жағдайды Оскар дауылы ушықтыра түскен, ағаштар құлап, электр желілері үзілді. Кубалықтарды азық-түлік, жанармай мен дәрі-дәрмек тапшылығы тығырыққа тіреп отыр. Ал елдің электр станцияларының жұмысы шетелден импортталатын отынға тәуелді. Израиль Ливан астанасы Бейрут жанындағы халық көп тұратын елді мекенге қайта шабуыл жасады. Одан 4 адам қаза тауып, 20-дан астам тұрғын жараланған. Бұған дейін Израиль әскері осы маңдағы аурухана астында Хезболланың басқару орталығы бар деп мәлімдеген еді. Тұрғындарға ауданнан кету туралы ескерту де жасалды. Ал Ливанның денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері Әл-Саха ауруханасының астында туннель бар деген ақпаратты жоққа шығарды. Бұған дәлел болу үшін ауруханаға халықаралық бақылаушылар шақырылғанын мәлімдеді. Хезболла болса әзірге ешқандай түсініктеме берген жоқ. Соңғы мәліметтерге сай, Израильдің Тель-Авив пен Хайфа қалаларында дабыл іске қосылды. Хезболла орта қашықтыққа арналған зымырандармен атқылаған. Ливандық топтың мәлімдеуінше, олар барлау кеңсесі мен әскери теңіз базасын көздеген. Қазір Тель-Авивте төтенше жағдай жарияланды. Бүгін елге ақш-тың мемлекеттік хатшысы Антони Блинкен келеді. Ол Газада атысты тоқтату келісімдерін қайта бастауды және Хамас лидері Яхия Синвардың өлімінен кейін анклавтың болашағын талқыламақ. Бұл оның Израильге былтыр қазанның 7-сінен бері 11-ші сапары. Әл-Жазира телеарнасының хабарлауынша бұл сапарлар барысында бітімге қол жеткізілген жоқ, тек бір аптаға созылған атысты тоқтату келісімі жасалды.
Республика күні қарсаңда Қызылорда облысы Қазалы ауданының Абай ауылына табиғи газ берілді. Ал аудан орталығында 120 отбасыға пәтер кілті табыс етілді. Осы кезге дейін баспана тауқыметін көріп келген жанұялар бұл қуанышты сәтті ұзақ күтті. Көбі 10 жылдан аса үй кезегінде тұрғандар. 60 баспана мемлекеттік бағдарлама бойынша салды. Жаңа қонысқа ие болған жандар дән риза. Бұған дейін туысқандарымның сондай үйлеріне тұрдық. Үй өте жақсы, биік, кең, жарық, жылы. Ұнады, қуаныштымын. Ал Сырбеткейде орналасқан Абай ауылының тұрғындары көгілдір отынға қол жеткізді. Өзеннің арғы бетіне тартылған магистральды газ құбыры әрі қарай 10-нан аса елді мекенді қамтуға мүмкіндік береді. 200-дей түтіні бар ауыл жұрты от жағып, күл шығару бейнетінен құтылып, қуанышқа бөленіп жатыр. Бүгіннен бастап беріліп жатыр газ ауылымызға. Жақ көріп жатырмыз. Қиындықтан құтыламыз, енді біздің де өміріміз жеңілдеп жатыр. Қаланың адамымен теңесіп жатырмыз. Сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің ұжымы Германияда өнер көрсетті. Отандастар қоры мен еліміздің Франкфурттағы бас консулдығы мәдени шараны республика күніне орай ұйымдастырды. Мерекелік концертте музыканттар ұлттық ән-жырдан шашу шашып, көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді. 40 жылдық тарихы бар Сазген сазы ансамблінің ұжымы бұған дейін әлемнің үздік сахналарында талай өнер көрсеткен, бірақ Франкфуртқа бірінші рет келіп тұр. Өнер ұжымының Германияға сапарын ұйымдастырудағы мақсат еуропалықтарға қазақ мәдениетін дәріптеу, шеттегі қандастарымыздың рухани бірлігін нығайту. Франкфуртта болып жатқан іс-шара осы қазақтың ұлттық кодын көтеру үшін, осы біздің еліміздің мәдениетін сырттағы ағайындарға көрсету үшін жасалып отыр. Қазақстанның дейді шамамен Франкфуртта 360 мыңдай бізден келген көшіп келгендер тұр. Сол кісілер ана алтын көпір болғандықтан маңдай мәдени іс-шара ол кісілерге өте керек. Бұл елімізге, екі елдің ортасындағы достығына, оның келешегі үшін өте керек іс-шара. Концертті тамашалауға этникалық қазақтар, байырғы қазақстандық немістер Германияның 14 қаласынан жиналды. Атажұртты аңсағандар мен шетелдік меймандарға өнерпаздар алдымен қазақтың күй өнерінің құдіретін сезіндірді. Құнды қобыз, сыршыл домбыра, нәзік шертер сазды сыбызғы, жұмбақ үнді жетіген. Әлемдік деңгейдегі классикалық жауһарларды қазақ музыканттарының ұлттық аспаптармен шебер орындауы еуропалықтардың таңдайын қақтырды. Шеттегі қандастарымыздың жүрегін елжіретті. Сырға толы музыка, ұлттық киімдердің көркі көпшілікті тәнті етті. Бірнеше музыкалық аспаптың сүйемелдеуімен өнерпаздар қазақ музыкасының рухын сезіндірді, тамаша сезімге бөледі. Ғажап кеш үшін мың алғыс. Мен осы жерде тұрып жатқаныма 34 жыл болды. Мына концертті естіп, немерелерімізден естіп, өте үлкен қуаныштамыз. Ауылымызға барып қайтқандай болып, осылай көп келіп тұрсаңыздар, осы Германияға біз өте бақытты боламыз сіздерді көруге. 2 сағатқа созылған концертте Сазген сазы ұжымы қара терге түсіп қазақ өнерін жоғарғы деңгейде насихаттады. Музыка арқылы бабалар мұрасын, ғасырлар сарынын жеткізген өнерпаздарға талғампаз көрермен тік тұрып қошемет көрсетті. Музыканттардың гастрольдік сапары енді Австрия астанасы Венада жалғасады. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Франкфурт. Талдықорғанда асық атудан ересектер арасында облыстық турнир аяқталды. Республика партиясы мұрындық болған сайысқа өңірдің әр аудан қаласынан 20-ға жуық мерген қатысып, мықтын анықтады. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынынан кейін елімізде ұлттық спорттың бұл түріне қызығушылық арта түскен. Жарыс ережесі бойынша 2 кезеңде ең көп асық атып түсірген ойыншы жеңімпаз атанады. Ал әр кезеңге 7 минуттан беріледі. Уақытты ұтымды пайдалану үшін мергендер жүгіріп жүріп атады. Осылайша бір ойында шеңберді айналып бірнеше шақырым жүгіріп өтеді. 25 қазанда республика күніне орай Астанада республикалық чемпионат өтеді. Жүлде қоры да қомақты. Бас жүлдеге автокөлік қойылып отыр. Аймақтардан 1-ші және 2-ші орын алған спортшылар осы бәсекеде бақ сынайтын болады. Асық дегенде көбісі менсінбей кетті, ойнамай кеткен, телефон шыққалы бір. Енді жас балаларда қызығушылығымен әрі облыста, әрі ауданда осындай үйірмелер өтеді. Асықтан жарыс өтеді, түбай-түбай балаларымыз айтыр асыққа қазір спорт екенін түсініп ойнап жатыр. Көп жастар да көп ойнайды, үлкендер де көп ойнайды, үлкен кісілер де ойнайды асықты. Ата-бабадан қалған мұра болғаннан кейін елдің бәрі ойнап жатыр. Денсаулыққа өте пайдалы. Құрметті көрермен, әзірге осы. Келесі шығарылым 17:00-де амандықта жүздескенше.